Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен ондық санау жүйеден сегіздікке, сегіздік санау жүйесінен ондыққа айналдырамыз. Әрине бұл жерде бір аса қатты бір разница жоқ. Ондықты сегізге айналдырған кезде бөліп шығарудан басқа вариант жоқ, но бар, бірақ ол чуть сложный болып келеді. Давайте сразу бастап кетейік. Біз ондық санау жүйеден сегіздік санау жүйесіне мектепте қалай үйретеміз? Ондық сол сан ретінде біз алдыңғы сабақтағы 73 санын аламыз. Цветін ауыстырайық. 73-ті 8-ге бөле береміз. Қай уақытқа дейін бүтін бөлігі 8-ден кіші болғанша кеттік. 73 бөлінген 8 тең болады 9. Бұл бүтін болады. Енді 9-8-ім 72 ойдағы бір санмен 73 болады. Келесі 9 деген санды бөлемін 8-ге, ол бөлінеді. Демек 1 бүтін болады и 1 қалдық қалады. Соңындағы 1 ол 8-ге бөлінбейді, есеп осымен аяқталады. Демек 73 ондық санау жүйеден 8-дік санау жүйесін айналдырғанда астынан басып санайтын болсақ 1 болады 8. Яғни 73 ондық санау жүйеден 8-дік санау жүйесін айналдырғанда 1 болады екен. Енді дәл осыны 1-1-1-ді біз айналдырамыз 8-діктен 10-дыққа. Цветін ауыстырайық. 1-1-1. 8-дік санау жүйеден 10-дық санау жүйеге айналдыратын болсақ, тағы да не істейміз? Индекстейміз. Индекстелу 0, 1, 2 деп жазамыз. Одан кейін жазамыз 1 көбейтілген 8-дің 2 дәрежесі қосылған 1 көбейтілген 8-дің 1 дәрежесі қосылған 1 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі тең 8-дің квадраты ол 64 қосылған 8, 8-дің 0 дәрежесі ол 1, 1-ге қосамыз 1-ге көбейтеміз 1-ді ол 1 болады. 8-ге 1-ді қосамыз 9, 9-ға 64-ті қосамыз болады 73 ондық санау жүйеде. Бұл өте ондық санау жүйеден 8-дік, 8-дік санау жүйесін ондық санау жүйесіне мектептегі әдіс бойынша шығардық. Енді 111 8-дік санау жүйеден ондық санау жүйесіне айналдырудың екінші вариантын оңай әдісін пайдаланамыз. Ол үшін 111 8-дік санау жүйесін жазамызда. Біз білеміз, қазір 8-дік санау жүйесінен айналдырып жатқаннан кейін бұлардың дәрежесін аламыз. Яғни бірінші 8-дің 0, 1, 2 дәрежелерін аламыз. 1, 1, 1. 8-дің 0 дәрежесі 1-ге тең, 8-дің 1 дәрежесі 8-ге тең, 8-дің 2 дәрежесі 64-ге тең. Екеуін көбейтеміз, үстіндегілермен и қосып шығамыз. Сонда 64 қосылған 9 тең болады 75 ондыққа. Енді бұл жерде сәл түсініксіз болып жатқаны ол 111 деген сан болғаннан болуы мүмкін. Давайте біз более басқа санды алайық. 8-дік санау жүйесінде 126 деген санды алайық. Сөйтеміз де бұны біз 8-дік деп танайық. Енді осыны 10-дыққа айналдырамыз. Қалай айналдырамыз? 8-дің 0 дәрежесінен бастаймыз. 8-дің 0 дәрежесі деген ол 1-ге тең. 8-дің 1 дәрежесі дегеніміз ол 8-ге тең. 8-дің 2 дәрежесі ол 64-ге тең. Демек, үстіндегі санмен көбейтіп, астына қоса саламыз. Сонда, мынау 64 қосылған 8-2 16 қосылған 6. Сонда болады 64-ке 6-ны қоссақ 70, 70-ке 16-ны қосатын болсақ 86 ондық санау жүйесі шығады. Дәл осы алгоритмді пайдалану арқылы 8-діктен 10-дыққа айналдыра беруге болады. Ал біз алдыңғы сабақта сіздермен жасағанда 10-дықты 8-дікке қарапайым мектептегі әдіс бойынша айналдырдық. Және индекстеген кезде мына әдіспен жаздық. 0-ші, 1-ші, 2-ші, 1 көбейтілген 8-дің 2 дәрежесі деп жазбай-ақ, бірден 8-дің дәрежелерін жазып кетіп, соның үстіндегі сандармен көбейтіп қоса салатын болсақ,
ондық санау жүйесі шығады. Келесі сабақта біз сіздермен ондықтан 16-лыққа, 16-лықтан 10-дыққа айналдыратын боламыз.